Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 72-ші сабақ. Ертегі айтамыз. 6-шы тарау салт, дәстүр және ауыз әдебиеті. Жыл басына таласқан жануарлар. Ерте заманда жан-жануарлар жыл басы болуға таласыпты. Жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын, сүтімді ішеді, қылымнан арқан жіп еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ. Жыл басы мен боламын. Сонда түйе айтады: мен ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге апарамын. Көде жусан жеймін, не кез келсе соны қорек етемін. Шөлге де шыдап жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық. Сиыр айтады: адам егінді менімен егеді, сүтімді ішеді, құртмай жасайды. Жыл басы болуға мен лайықтымын. Қой айтады: мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады, киім тігеді, арқан жіп еседі, сүтімнен құрт май алады. Шаруаға менен пайдалы ешкім жоқ. Ит айтады: мен болмасам сендерді қасқыр жеп тауысар еді. Дұшпан көрінсе, үріп, абалап, иеме хабар беремін. Әтеш айтады: мен болмасам адамдар жұмысқа бармай ұйықтап қалар еді. Мен таң атты деп шақырып, хабар айтамын. Тышқан не айтарын білмей тұрды. Қулық ойлап жиналған көпке былай деді: бұл таластан еш нәрсе өнбес, жылды қарап тұралық. Кім бұрын көрсе, сол жылбасы болсын. Түйе өзінің бойына сенетін: менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қоштайды. Барлығы жылды қарап тұрады. Тышқан жорғалап түйенің өркешіне мінеді де отыра береді. Сөйтіп, тышқан жылды бәрінен бұрын көріп, жыл басы болыпты. Бойына сенген түйе жылдан құр қалыпты. Ал енді суретпен түсіндіретін болсақ. Ертеде жыл басына таласқан жан-жануарлар бір жерге жиналыпты. Жыл басы мен болуға лайықпын, мен болуға лайықпын деп әрқайсысы таласыпты. Сөйтіп тұрғанда ең бірінші жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын, сүтімді ішеді, қылымнан арқан жіп еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ. Жыл басы мен боламын дейді жылқы. Яғни алысты жақын қыламын дегені жылқыны алыс жерлерге көлік есебінде пайдаланады. Алыс жерлерді жақын қылып, тез апарып алып келеді. Сүтімді ішеді дейді. Адамдар жылқының сүтінен қымыз жасайды. Ол денсаулыққа өте пайдалы. Қылымнан арқан жіп еседі дейді. Яғни жылқының қылынан арқан жіпті жасайды. Сонда түйе айтады: мен ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге апарамын. Көде жусан жеймін, не кез келсе соны қорек етемін. Шөлге де шыдап жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық дейді. Яғни түйеге ауыр жүкті артып, алыс-алыс жерлерге жолға шығатын болған. Түйе себебі шөлге өте төзімді жануар. Және көде, жусан деген шөптерді жейтін болған. Сонда сиыр айтады: адам егінді менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт май жасайды. Жыл басы болуға мен лайықтымын дейді. Яғни адам егінді менімен егеді дегені сиырдың тезегі көң. Ол өте құнарлы органикалық тыңайтқыш. Бұл тыңайтқышты адамдар егін еккенде қолданады. Және сиырдың сүтінен құрт май жасайды. Сиырдың сүтін адамдар ішеді. Сонда қой айтады: мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады,
киім тігеді, арқан жіп еседі, сүтімнен құрт маялады, шаруаға менен пайдалы ешкім жоқ дейді. Яғни қазақтың киіз үйін жылы болу үшін қойдың жүнінен жасалған киізбен жапқан. Және киіз басады дейді. Яғни киіз басу дегеніміз қойдың жүнінің талшықтарының бір-бірімен ұйыса байланыстырып қалың төсеніш жасаған. Және киімдер тіккен, яғни қолбақ, шұлық, қойдың жүнінен неше түрлі киімдер тоқыған. Және қойдың жүнінен арқан жіп ескен, қалың арқан жіптер жасаған. Сүтінен құрт май жасайды. Қазақтың ұлттық тағамы құрт майды жасайды. Сонда ит айтады: мен болмасам сендерді қасқыр жеп тауысар еді. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін дейді. Яғни қой, сиыр, ешкі, жылқы сияқты үй жануарларын ит күзетіп, егер дұшпан көрінсе немесе қасқырлар келсе, үріп, иесіне хабар айтады. Сол кезде иесі бірден жүгіріп келіп, дұшпандарға қарсы шығады. Әтеш айтады: мен болмасам адамдар жұмысқа бармай ұйықтап қалар еді. Мен таң атты деп шақырып хабар айтамын дейді. Яғни таң атқан кезде Әтеш бірден таң атты деп шақырып үй ішін оятады. Әтештің шақырғанын естіп, дереу үйдегілер тұрып, бәрі іске кіріседі. Сол кезде тышқан не айтарын білмей тұрады. Қулық ойлап, жиналған көпшілікке қарап былай айтады: бұл таластан еш нәрсе өнбейді. Жылды қарап тұрайықшы, кім бұрын көреді, сол жыл басы болсын дейді. Сол кезде түйе өзінің бойына сенеді. Менен бұрын кім көреді дейсің деп ойлайды. Сөйтіп тышқан жүгіріп, өрмелеп, түйенің өркешіне отырып алады. Сөйтіп барлығы жылды қарап тұрған кезде тышқан ең бірінші көреді. Алақай, жылды мен бірінші көрдім дейді. Сөйтіп тышқан қулығының арқасында жылдың басы болыпты. Ал бойына сенген түйе жылдан құр қалыпты.